Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Дубляж демеушісі ERG Еуразиялық топ компаниясы. Тоқта! Таңымның шырқын бұзба. Уолт Диснейдің ең құдіретті, ең зұлым сиқыршысы Малефисента қайта оралды. Басты кейіпкерлерді дыбыстағандар: Гүлназ Әуеспаева, Гүлнар Құрманбекова, Әбілмансұр Серіков, Алтынай Мөгербек, Бекболат Құрманғожаев, Қуаныш Бейсеғалиев, Наурыз Сабағатова. Дубляж режиссері Назерке Леспекқызы. Фильмнің басты мақсаттарының бірі ана мен бала арасындағы махаббат, Аврора мен Малефисентаның арасында өте керемет, нәзік, жүректі тербейтіндей етіп жеткізілген. Мен Филиппке тұрмысқа шығам. Жоқ. Рұқсат сұрап тұрған жоқпын. Мен де. Фильмді қазақшалауда өзінің мамандары жұмыс жасады. Дубляж өте қызықты дауыстарға толы болды. Барлығының өз дауыстарының бояулары ерекше. 2014 жылы кастинг арқылы өткем ол жобаға, және де сол бірінші бөлімінен бастап осы екінші қазіргі уақытқа дейін Анджелина Джолидің тұрақты дауысы ретінде бекітілген. Сен мен әлі білмейсің. Дыбыстау ол екінші ойнап шығу деп айтады ғой. Әрине бұл кәдімгідей оригиналды түрде ойнаудан ерекшеленеді. Дегенмен де әр актердің сезімін, сол басынан аяғына дейінгі оқиғасын алып шығу, ол да бір ойнап шығумен тең. Не істеп қойдың? Үйге қайтамыз. Аврора! Жасап жатқан кезде көзіңе жас келеді, күлесің, ананың басқа өзіңнің персонажыңды жасап жатып, басқа персонаждың жаңағы ішкі тебіренісі, толқынысы екі есе беріледі. Сол жағы өте қатты ұнады. Екеумізді ешқандай қарғыс ажырата алмайды. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә. Еркелеу, болмаса бір бет албатты күле салу, болмаса бір бет албатты айғайлай салу деген ондай эмоциялар болған жоқ. Бірақ дегенмен де өзіндік жаңа сахналарға, сол сахнадағы атмосфераға байланысты эмоциялар болды. Өте қызықты кейіпкеріміз бар, Бора есімді. Оны Асан Мәжит жасады. Және ең қызықты рөлдердің бірі фильмдегі Ингрид Патшайым. Бұл бірінші бөлімде болмаған, екінші бөлімде жаңадан қосылып отырған кейіпкеріміз. Ол бәріміздің басымызға төнген қауіп. Сені қорғау үшін барымызды саламыз. Біріншіден менің кейіпкерім Ингрид Патшайым. Басында әрине өте жағымды, сүйкімді патшайым болған мен, оның барлық айласы, ішіндегі жоспарлары фильмнің соңына қарай ашылады, және ол тіптен жағымды емес, жағымсыз кейіпкер болып шығады. Сондай рөлдерді дыбыстау әрине мен үшін актриса ретінде өте бір қызықты тәжірибе болды. Бүгін кешке Аврора менің қызым екенін жария етем. Оскар, Эмми жүлделерінің номинанты танымал актер Чивител Эджиафор да фильмдегі жұлдызды актерлардың қатарын толықтырды. Британдық актер Коннелл есімді кейіпкерді сомдады. Ал оны қазақ тілінде сөйлеткен алматылық актер Қуаныш Бейсеғалиев. Кейіпкерімнің жалпы өмірге деген құштарлығы, адамдарға жалпы өзінің ішкі жан дүниесі қатты ұнады. Азаттықтың сауы, бостандықты армандауы, өзінің жанындағы айналасындағыларға ақылын айтып, түсіндіріп, жеткізу жағынан өте қызықта, қиында болды. Қымбатты отандастар, қазақстандықтар, барлықтарыңызды көптен күткен әлемдік премьера Малефисента түнек әміршісін қазақ тілінде көруге шақырамын. Малефисента
түнек әміршісі 17 қазаннан бастап кинода.